Айсұлтан, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Неме айналысып жатсыз? Кімге жазысып жатсыз? Ешкім жазатын жоқ. Түркістаннан. Қыз тауып алған жоқсыз ба Түркістаннан? Ернар сияқты. Ернар қыз тауып алды ма? Айтыңызшы. Жоқ, тауып жоқ. Тауып алған жоқ па? Не ғой енді? Танысып бір жерде отқаннан кейін кішігірім жақсы бір орта тауып алдық. Шындықты айтып қоя жаздадыңыз, иә? Сәл болмады. Айтып қойды ғой бізге. Түркістан қыздар осындай тәрбиелі екен. Кіріп келгеннен анда Түркістан қыздар өздері қонақжайын көрсетіп, тәрбиелігін көрсетіп жүр. Енді Ернарды сындырды ма? Ойланып қапты, білмеймін енді қыздар. Сөйтіп сіздің үміткеріңіз жоқ? Үміткер жоқ. Ернар мен Айсұлтанның біріне келіңіздер енді. Түркістанның қыздары келіп қалмай тұрған кезде. Расул деген жігіт студияда. Қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі дұрыс па? Бұл қосылатын немерелері келеді. Иә. Сіз біздің бұрынғы отбасылардан жалпы қосылған, бізде қосылған. Кімдерді көресіз, кімдерді ұнатасыз? Көрермен ретінде. Иә, серікпен болды. Инстаграм желісімен бәрі. Сол кісілерді көбірек бақылаймын. Сол екі кісіні көбірек бақылайсыз, иә? Хамо мен Диана бар. Ал бөпелерден ше? Ізбасар Әлсел, бөпелерден ше? Біздің бөпелерді көргенсіз ба негізі немерелерін қосылайық? Ана бір эфирда Бердақтың Әбілман. Олы келді, соны көргем. Сол эфирда. Ол кезде мен қатысушы емеспін, ешкім үйде жатып көргем. Үйде жатып болғанда сол. Иә. Көрермен ретінде көргенсіз. Бүгін келе ма ол жігіт, келмей ма, міндетті түрде бірге көріңіздер. Арла беретін сияқты, иә? Мүмкін, бәрі мүмкін. Құрметті оқырмандар, біздің қатысушылардың ішінде Әлшер мен Расулдың арасынан біз батыл ұйымдастырайын деп жатырмыз. Қазір кімге жалпы қолдаушы көп екенін анықтаймыз. Ол үшін дәл қазір сізде қанша оқырман бар? 2300 бар екен. Ал Расулда 47 мың ба сонда? Примерно осындай екен. Неге? Көрейік, сізге біздің сүйікті оқырмандардың ішінен қанша оқырман жазылады екен? Сізге примерно 10 мың дейік. Сіз 50 мың барсыз. Бір сан бол. 50 емес, жалпы көреміз батыл. Кімге қанша кешке дейін қанша оқырман жазылады? Сосын нәтижесін саламыз. Давай понедельник саламыз. Жұптыққа сөз саламыз. Давай понедельник саламыз. Кімге қанша жиын алып табай ма? Понедельникке дейін саламыз. Күтеміз оқырмандар, құрметті белсенді болыңыздар. Әлшерге немесе Расулға. Айжан ханым, сізге мынандай бір сұрақ қояйыншы. Жалпы негізі осыдан осы Инстаграм дамығалып, біз көп контенттер жасаймыз ғой. Таудан секіреміз, ойбай, аспанға жетеміз дейміз. Неше түрлі тренд жасаймыз. Шашымызды қиып тастаймыз, түрімізді бояп тастаймыз. Түрлі тренд. Соның контент жасаймыз. Сондай контенттердің ішінен сіз қай дүниені оқырман жинау үшін қолданбайтын едіңіз? Жинау үшін қолданбайтын едім? Иә. Өзіме жақын келетін нәрселерге. Мысалы? Жаңа шаш қырқып, бір таңба салып денеңе деген көп нәрселер бар ғой. Көре берсем, вау деп қаласың да, мен осыны білмеймін ба деп. Тиіспейтін жерлерін тиісіп, неше түрлі пластикалар жасап, шаштарын өзгертіп, жартысын алып тастап, мұрнын кесіп, алқа тағып, шинель тастап. Страшно ғой, в общем, құлақтарын өсіріп, ойбай, вообще капец. Ондай дүниелер жасамайсыз, иә? Адам көңілін көтеру үшін, білмеймін енді, бір жақсы дүние білгеніммен бөлісу. Сонымен сіз сол білгеніңізбен бөлісу барысында жасайсыз контенттерді. Бөлісу, адам баласына ақыл айту, мысалы көрген білгеніңді адамның көңілін көтеру деген. Үшін жақсы нәрсе. Ой алмасу, иә? Ой алмасу. Бұл кісілер де саған айтады, сен айтасың деген сияқты. Ой алмасу. Сол ретінде пайдаланбасам, артық кетпеймін деп ойлайсыз? Мен артық кетпеймін деп ойлаймын. Құрметті оқырмандар, Айжан ханымның ойы осылай екен. Айжан ханым қазір өте ыңғайлы отырған сияқты.